20 ғасырдың басында Зигмунд Фрейд негізін қалаған психоанализ жаңа ғылым ретінде Европаны дүр сілкіндіріп жатқан кез. Түпкі санаға сүңгуді меңгерген бұл ілім зор жаңалық болды. Бейсаналы түрде жасайтын іс-әрекетті психоанализбен түсіндіруге талпынған бұл ғылымға Франкл ерте қызыққан. Небәрі 21 жасында психоанализ туралы ғылым мақала жазып, оны Фрейдке жолдаған. Фрейд оны баласынбай мақаласын ғылыми журналға бастырады. Франкл оны жүзбе-жүз көрмесе де тұрақты хат жазып тұрады. Айта кетелік, Зигмунд Фрейд Франклдан 47 жас үлкен болған. Бір күні Франкл ақсақал Фрейдке: «Мен психоанализді терең оқығым келеді. Сіздің қауымдастыққа мүше болайын», деп хат жазады. Фрейд оны психоанализ қауымдастығының бас хатшысы Федерінге сілтейді. Франкл келісілген уақытта ғалымның кабинетіне келеді. Кірсе, Федерін үстелінде жазу жазып отыр екен. Франклдың кіргенін білсе де, бас көтерместен жұмысын істеп отыра берді. Франкл ұзақ уақыт күткендей болды. Біраздан соң Федерін «Отыр» деп ишара жасайды. Сосын әй жоқ, шәй жоқ, гүжілдеген жуан даусымен: «Я, құрметті Франкл, қандай невроз мазаңды алып жүрген?» деп түйеден түскендей дөңк еткізді. Франкл сұраққа бірдеңелерді айтып жауап бергендей болды. Федерін: «Сен бала әуелі медициналық институтты бітіріп ал. Сосын маған келерсің», дейді. Франкл ол кезде мединституттың студенті болатын. Осы сәтті логотерапияның дүниеге келген сағаты десе де болғандай. Кездесуден Франклдың көңілі жермен жексен боп шығады. Ол Дунайдың жағасына барып, есін жинай алмай, әрі-бері жүріп алады. «Я, не боп қалды сонда Франклға? Федерін не бүлдіріп қойды?» Ол ойын жинақтап, картинаны қайта елестетіп тұрды. «Ай жоқ, шәй жоқ, ана жерге отыр, неврозыңды айт» дегені несі? Мақұл, бұл сондай әдістелік. Соның өзінде бұл ілімде адамшылықтың ұштығы түгіл, пұштығы да жоқ. Күттіріп қойғаны несі? Ол үшін кешірімде сұрамады. «Ең болмаса, інім, 10 минут күте тұршы. Мына қағазды жазып тастайын» десе несі кетті? Не адаммен дұрыс амандаспайды, халің қалай, оқуың қалай, не үшін психоанализге қызығып жүрсің дегеннің бірі жоқ. Сонда мені неврозбен ауырған соң ғана соларға келді деп тұрма? Сондайда ғылым бола ма? Сонда маған назар салғанда адамды емес, тек неврозды көріп тұрма? Бұлар адамды емес, неврозды зерттеумен айналыса ма деген сұрақтармен басы қатып тұрды. Осылайша Франкл адамға зат деп қарайтын редукционизммен тұңғыш рет бетпе-бет келді. Федерінен шыққан соң көздегі шелді біреу сылып алғандай көзім шайдай ашылды деп еске алады. Осыдан бастап редукционизмге қарсы майдан ашты. Өмірімнің соңына шейін адамға зат сияқты қараушы болмаңдар дегенді қайталаудан жалықпады. Фрейдтермен қош айтысқан соң атының басын Адлер қалыптастырған индивидуалды психология мектебіне бұрды. Мұнда біраз тәлім алып, тәжірибе жинаған соң, ол жақтан да кетуге мәжбүр болады. Кетуіне негізгі себеп ұлы сұрақтардың талқыға түспеуі, яғни адамның адамшылық міндеті не, өмірдегі миссиясы қандай, адамдық борышы бар ма жоқ па деген сұрақтар жауапсыз қалды. Адлер мектебі адам кемдігін жойып, үнемі жетіліп, басқаға үстемдік ету үшін өмір сүруге талпынады деді. Франкл мұндай принциптермен келіспеді. Себебі ол орта мектептің жүргенде-ақ адам не үшін жаратылды, өмірдің мәні не, өлгенше нені атқарып үлгеруім керек, мойныма жүктелген міндет бар ма жоқ па, ештеңе жоқ деп санасақ, осындай сұрақты қоятын қасиет не үшін берілді? Неге мен сияқты адамнан басқа мақұлық толғанып торықпайды? Өлетінімді білемін. Сонда өлімді сезіп, біліп тұрудың мәні не? Не үшін өлетінімді
ілкілден сеземін. Осыны сездіріп тұрған кім? Маған сонда не істеді деген сұрақтармен бас қатырған. Осылайша бөлек мектеп ашатын белгілі болды. Франкл небәрі 24-25 жасында халыққа тегін кеңес беретін пункттер ашты. Қызығы, оның әсері сұмдық болды. Әрекет еткен аймағында суицид ізім ғайым жоғалды. Редукционистер оралыңның барында ойна да күл деп ұрандатса, Франкл оралыңның барында хикмет ізде деген девизді қарсы қойды. Франкл бәленің бәрі адамға зат сияқты қарудан шығатынын есейген сайын түсіне берді. Дәрігер боп жүргенде экзистенция сұрағына жауап таппай аласұрған науқастар көп көрді. Оларға мына нәрсе жетіспейтін. Жан түпкірінде маған адам сияқты қарасы екен деген сезім. Адам заттана бастағанда суицидтің жиілейтіні Франкл емес, басқа да ғалымдар айтып жатты. Америкалық социолог Уильям Ирвин адам үстел, орындық сияқты қолданатын зат емес. Өзінің заттанып, өмірінің құнсызданғанын байқаса, суицид жасайды дегенді еді. Адамның жануармен айырмасы барында талай данышпан айтқан. Ақылы, сөйлеуі, тік тұруы, күлуі, тағысын тағы деп кете берді. Бірақ Франкл ерекше екі қасиетті айырып алды. Сол екеуінің логотерапияның фундаменті етіп қалады. Біріншісі, өзінен есеп алу қабілеті. Тура мағынасы өзіңді сырттан бақылау, іс-әрекетіңді елестету, өзіңді безбендеу. Екінші, өзін жарып шығу мүмкіндігі. Екінші термин сол түсініксіздей болу мүмкін, бірақ оның мәні қазақ тілінде бұрыннан бар. Мағынасы өзіңді өзіңнен суырып алып, басқа аймаққа өткізу. Рухани болмысыңды бұл дүниенің шырмауын босатып, ғайып әлемге самғату. Бұл терминді яссауи жаннан кешу деп қолданған дуани хикметте. Ей сопы, талап қылсаң хақ дидарың, жаннан кеш, алқа ішінде жан қинағын деп келеді. Яғни адамның жаннан кешіп, өз шегінен асып кетуі. Жарқын идеяға ұмтылғанда өзін ұмытып, ғайып әлемге жетемін деп талпынуы. Бұл түсінік қазақ дүниетанымына жүрек көзінің ашылуы деген тіркеспен сіңді. Адамның басқа әлемге терезеге ашып, өзін ғайыппен байланысқа түсіретін қасиетті қазақ тілінде көркем түсірген хақың Абай болды. Ол іштегі кірді шығарсаң, түседі хақтың сәулесі. Жүректің көзі ашылса, адамзаттың хикметі кеудесі деп өлеңмен шебер өрнектеген. Абай мектебінен өткен шәкәрім қажы да бұл тіркесті көп қолданған. Жасырып тұрған жар өзің, бас көзіммен қарама. Жүрегінің аш көзін, жардың сырын арала. Міне, ірі екі қасиетке табан тіреген логотерапияны негізгі концепциясын жасақтайды. Франкл оны бұлайша өреді. Бірінші, бізді тіршілікке байлап тұрған нәсіп құмарлық пен билікке деген құштарлық емес. Адамды құштар қылған мағыналы мән. Адам логос іздеп ұмтылған ғана өмірі өнегемен айшықталады. Мән тапқан тұлғаның артында өшпес із қалады. Мәнді табуда сенімді серігіміз, жұдырықтай жүрек, жетекшіміз армен ұят. Франкл жүректі мән табушы орган деп атаған, немесе трансцендентті әлемді ғайып әлемдегі мәннің сигналын дәл қабылдап алатын локатор деп те түсірген. Жүрек құнды идеямен байыған сайын міндетін мінсіз атқарады. Екінші, өмірде мән бар. Мән трансцендентті сипатта болады. Ол ғайып әлемдегі объективті болмыс. Кісі баласы дүнияви нығметін, өмірдің мәні осы деп ойлаудан сақтансын. Олай етсе, басынан бағы тайғандай нығметінен айырылуы мүмкін. Тіршілігі күйреп, ғұмыры сол заматта пәни жалғанға айналады. Бұл жайлы төменде тағы да баяндаймыз.
Біз мәнмен жалғайтын алтын көпір құндылықтар. Адам құндылықтар жинаған сайын мән табатын мүмкіндігі молая түседі. Мәнмен қауышқан сайын пәни жалғаннан ақиқат өмірді өрнектеп шығарады. Пәни жалған бұлай тұрсын, ажалдың өзі тұлғаның өмірін өшіре алмайды. Үшінші, адамның ерік қалауы. Адамның көп нәрсеге тәуелді екені рас. Өскен ортасына, мемлекет заңына, денсаулығына, білім деңгейіне, ас ауқатының сапасына тағы да басқа түрлі әлеуметтік шарттарға маталып тұрады. Оның тәуелді алаңы тағдыр деп атаймыз. Яғни адамның ықпалы жүрмейтін трансцендентті зона. Оған еріксіз туу мен еріксіз өлуді жатқызады. Бірақ адам тағдыр тақтасының ішінде позиция таңдауға ерікті. Сырттан қысым көрген күннің өзінде ішкі әлемінде белгілі бір тараптан жақтап, не даттап тұруға ерікті. Өмірдегі сансыз сорап пен соқпайтын қайсысына түседі, оны өзі шешеді. Біреу үшін біреу шешім қабылдамайды. Тұлға еркіндік нығметін қолданумен адамдық борышын өтейді.